Таңмен будильникті естігенде, сіз өзіңізге былай деп көңкілдейсіз. Мен неге оны ерте қойып қойдым? Тістеріңізді тазалап жатқанда, шашымды алайын ба, алмаймын ба деп ойлайсыз. Үйден асыға шыға салысымен сіз бір нәрсені ұмытып кеткеніңіз есіңізге түседі. Кілттің жоқ екенін байқайсыз. Осы кезде көңіліңіз қалып, сіз өзіңізге мен неге құлапайсызбын деп айқайлайсыз. Қасыңызда біреу бар екені есіңізден шығып кетеді. Ал кейбір адамдар бұл мінез құлықты психикалық тұрақсыздықтың белгісі деп те атайды. Бірақ ондаған жылдар бойы жүргізілген психологиялық зерттеулер көрсеткендей, өзіңізбен сөйлесу толығымен қалыпты жағдай. Шындығында бәріміз болмаса да, көпшілігіміз өзімізбен күнделікті сөйлесеміз. Ендеше неге біз өзімізбен сөйлесеміз? Және де біздің не айтқанымыз маңызды ма? Өздігінен сөйлесу сіздің ішіңіздегі әңгімені білдіреді. Кейде ішкі сөйлесу деп те атайды. Бұл қиял суреттермен және сандармен естеліктерден ерекшеленеді. Атап айтқанда, психологтар өз-өзімен сөйлесуді өзіңізге немесе өміріңіздің кейбір аспектілеріне бағытталған вербалды ойлар деп анықтайды. Бұған мен шешуші соққыға дайындалуым керек деген сияқты сөздер жатады. Бірақ ол сондай-ақ күні бойы болатын ойындарды да қамтиды. Мысалы, түнде жаттығу залы толы, мен ертең келемін. Өз-өзімен сөйлейтін ересектердің көпшілігі үнсіз іштей сөйлессе, өзіңізбен дауыстап сөйлеуде осы санатқа жатады. Іс жүзінде психологтар өзімен сөйлесудегі алғашқы тәжірибем бала кезімізде қалыптасады деп санайды. Өйткені балалар ойнаған кезде өздеріне дауыстап жиі сөйлейді. 1930 жылдары орыс психологы Лев Vygotsky сөйлеудің бұл түрі іс жүзінде дамудың кілті деп болжады. Ересектермен болған әңгімелерді қайталай отырып, балалар өздерінің мінез құлқы мен эмоцияларын өздігінен басқаруға машықтанады. Содан кейін олар есейген сайын дауыспен өз-өзімен сөйлесу ішкі жеке диалогқа айналады. Біз бұл ішкі диалогтың қандай маңызды екенін білеміз, және бұл сізге жұмысыңызды жоспарлауға, қиын жағдайларды шешуге, тіпті ынталандыруға күні бойы көмектеседі. Бірақ өзіңізбен сөйлесуді зерттеу қиынға соғуы мүмкін. Бұл көбінесе саналы бақылаусыз орындалатын стихиялық мінез құлықты анық бақылайтындығына негізделген. Осы себепті ғалымдар әлі де негізгі сұрақтарға жауап іздеуде. Мысалы, неге кейбір адамдар басқаларға қарағанда өздерімен көбірек сөйлеседі? Өзімен сөйлесу кезінде мидың қандай аймақтары белсендіріледі? Бұл белсендіру әдеттегі әңгімеден несімен ерекшеленеді? Дегенмен біз анық білеміз. Бұл әңгімелерде айтқанымыздай, сіздің көзқарасыңыз бен өнімділігіңізге нақты әсер етуі мүмкін. Өз-өзіңізбен мотивациондық немесе өзін-өзі бағалауды жақсартатын диалог құру бұл күнделікті мәселелерді, қиындықтарды шешуге көмектеседі. Бұл дәлелденген нәрсе. Мысалы, колледж теннисшілерінің арасында болған зерттеу тәжірибесінде нұсқаулыққа өздігінен сөйлесуді қосқанның арқасында олардың концентрациясы мен дәлдігінің жақсарғанын көрсетті. Досыңызбен сырласу стрессті азайтуға көмектессе, өзіңізбен сөйлесуде эмоцияларыңызды реттеуге көмектеседі. Қашықтан өз-өзіңмен сөйлесу бұл сіздің басқа адаммен сөйлескенде өзіңізбен сөйлесу. Сондықтан мен бұл емтиханнан өте алмаймын дегеннің орнына, Нұрдәулет, сен бұл сұраққа дайынсың деп ойлауыңыз мүмкін. Бұл зерттеу көрсеткендей, өз-өзіңізбен сөйлесудің бұл түрі әсіресе жаңа адамдармен танысу немесе көпшілік алдында сөйлеу кезінде алаңдаушылықты, стрессті азайту үшін пайдалы. Бірақ өз-өзіңмен позитивті сөйлесу сізге көмектесетін болса, негативті сөйлесу өзіңізге зиян алып келуі мүмкін. Көптеген адамдар өздерін анда-санда сынайды. Бірақ бұл мінез құлық тым жиі немесе шамадан тыс болған кезде адам токсичный болып кетуі мүмкін. Өз-өзімен теріс сөйлесудің жоғарғы деңгейі көбінесе балалар мен ересектердегі алаңдаушылық сезімінің көбеюіне әкеліп соғады. Ал өз проблемалар үшін үнемі өзін кінәлайды және осы жағдайлар туралы ойланатындар депрессияның ауыр сезімдерін бастан кешіреді. Бүгінгі таңда психологиялық емдеудің когнитивті мінез құлық терапиясы немесе SBT деп аталатын саласы бар. Ол ішінара өзін-өзі сөйлесудің үнін реттеуге бағытталған. Когнитивті мінез құлық терапевттері көбінесе жағымсыз ойлардың циклдерін анықтау және оларды бейтарап немесе жанашыр ойлармен алмастыру стратегияларын үйретеді. Уақыт өте келе бұл құралдар адамның психикалық денсаулығын жақсарта алады. Сондықтан келесі жолы өзіңізбен сөйлесіп жатқанда мейірімді болуды ұмытпаңыз. Бұл ішкі дауыс сіздің көптеген жылдар бойы сөйлесетін серіктесіңіз болатынын ұмытпағайсыз. Тыңдағаныңызға рахмет. Аударып дыбыстаған креатив бала.
Görüşkенçe sağ ol.